Өмір сүрудің екі заңын білген адам бақытты болар. Өз қызына сұлусын деме, боз иығынан шайтан мінеді. Сүйенішім десен бойына иман бітеді. Өзіңді сыйлайтын жерге қайта-қайта жылтыңдап бара берме, қадірің кетеді. Адамдар шынайы жүздерін сізден қалаған нәрсесін ала алмаған кезде көрсетеді. Нәпақа табам деп өмір сүруді ұмытып кетпе. Ешкімге өзінің жоспарларын жайлы айтпа, нәтижесін ғана көрсет. Егер сізді қапа қылған адамдарға әлі де сәлем бере алсаңыз, бұл сіздің иманыңыздың садақасы. Көбірек қателік жаса, бірақ бір нәрсені есте сақта, бір қателікті екі рет жасама. Бөтенге шексіз сеніп қалудан сақтан. Дос деп құрмет тұтып жүрген адамның өзі сені тастап кетуі мүмкін. Өмір сүрудің екі заңын білген адам бақытты болар. Бірі не болса соны жей бермей, азығына талғаммен қарайтын жан. Бірі кім болса сонымен дос болмай, айналасындағы достарының жөнімен таңдай білетін адам. Құдыққа тас тастаған адам, ол түбіне жетіп дауыс естілгенше қарап тұрады. Сол секілді сені сөккен адамның көбісі жауабынды күтеді. Ұстамдылықпен көркем мінез танып, өткізіп жібер. Құдық түпсіз екен деп ойласын.